Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2 сыныптың қазақ тілі сабағы. 28-ші сабақ. Біздер бүгін 40-ші жаттығудан 43-ші жаттығуға дейін бірге орындайтын боламыз. Құрметті оқырмандар, каналға тіркелуді ұмытпаймыз, лайк басамыз. Сабақтың тақырыбы дауыссыз л мен р. Мәтінді мәнерлеп оқы дейді. Әкем маған ата тегімнің аты жөнін үйретуші еді. Кімнің баласысың? Деп сұрайтын. Ол: мен Момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш Имаштың баласы. Осылайша 7 атаға дейін жетелей отырып санатады. Ал келген қонақ ең алдымен атымды сұрайтын. Сонан соң менің 7 ата жөніндегі біліміме риза болатын. Маған жылы лебіздерін білдіретін. Бауыржан Момышұлы. Мәтін кім туралы? Не туралы бізде? Мәтін 7 атамыз туралы және мәтін Бауыржан Момышұлы туралы екен. Бауыржанның әкесі қандай адам болған? Бауыржанның әкесі дана, патриот, намысшыл адам болған екен. Бауыржан Момышұлының өмірбаяны туралы дерек көздерден біліп ал дейді. Балалар, Бауыржан Момышұлы қазақтың әйгілі әскери қолбасшысы болған. Ұлы Отан соғысында даңқы шыққан батырымыз, жазушы. Ол Ұлы Отан соғысынан аман есен келгеннен кейін өзінің басына өткен оқиғаларын кітапқа жазып, бізге естелік қылып қалдырған. Бауыржан Момышұлы Мәскеу үшін шайқаста 27 рет ұрысқа қатысқан. Бауыржан Момышұлы сонымен қатар әскери педагогика мен әскери психологияны байытушы баға жетпес мұра қалдырған дара тұлға. Оның атақ даңқы, батырлығы туралы кітаптар жазылған. Бауыржан Момышұлынан өте көп үлгі алуларымызға болады. Оның шығармаларын оқып, ізденіп танысайық. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Қарамен жазылған сөздер бұл жерде риза және лебіздерін деген. Яғни қалай айтылады? Айтылуы риза дегенде, лебіздерін дегенде айтылуын және жазылуын есімізде сақтаймыз. Келесі жаттығуға қарайғанда 41-ші жаттығу: сөздерді көшіріп жаз. Лашын, лебіз, лайық, лезде, ләғыл, рең, рәсім, разы, рауғаш, раушан. Сөз басында л, р дыбыстарының айтылуына назар аудар дейді. Осы сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал дейді. Сөз басында л, р әріптерінің алдынан естілгенімен олар жазылмайды. Лақ, лағыл, рет, рас. Яғни лны айтқан кезде алдынан естіліп тұрады, ал рны айтқан кезде рет дегенде естіліп тұрады екен. Бірақ олар жазылмайды. Яғни айтылуында тек солай естіліп тұрады екен. Ендеше мына жерде лашын деген сөздің мағынасын түсіндіріп кетейін. Лашын жыртқыш, қыран, құс. Келесі жаттығуға қарайық. Мақалдарды оқып, көркем жазы. Еңбек түбі рахат. Жомарт қолға аспандағы лашын қонады дейді. Сөз басында л, р әріптерінің астын сыз, олардың айтылуы мен жазылуына салыстыр дейді. Рахат. Рахат дегенде не естиміз? Алдынан дауысты дыбыс естиміз, бірақ ол жазылмайды. Лашын, лашын дегенде де дыбыс естіледі, бірақ л жазылады екен. Ендеше айтылу мен жазылуын мұқият есімізде сақтаймыз. Келесі жаттығуға қарайық. Келесі жаттығу 43-ші жаттығу: сурет бойынша әңгіме құрастыр дейді. Құрастырған әңгімеңді сыныптасыңа айтып бер дейді. Суретте бір отбасының күнделікті өмірі көрсетілген. Атасы домбырасын шертіп, күй тартып отыр. Әжесі немерелеріне киім тоқып беруде. Анасы өз жанұясынан дәмді кешкі ас әзірлеуде. Ұлы мен әкесі шахмат ойнап отыр. Отбасы мүшелері пайдалы іспен айналысып отыр екен. Ендеше осындай мағынада біздер өзіміздің әңгімемізді құрастыратын боламыз. Құрметті оқушылар, сіздер бұдан да басқа нұсқада шығуы мүмкін. Сондықтан бір-бірімізге
айтылым тапсырмасын орындап, сыныптастарыңызға айтып беріңіздер. Құрметті оқырмандар, оқушыларым, сіздерге каналда тапсырмаларды орындау түсінікті болған болса, каналға тіркелеміз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.